Сәлем достар, Назар ФМ медиа орталығы сіздерге музыка әлемі бағдарламасын жаңа форматта ұсынады. Happy day. Oh, a happy day. When Jesus was. Oh, when he was. When Jesus was. He washed my sins away. Oh, happy day. Я достар, өздеріңіз жаңа көргендеріңіздей gospel, яғни A Happy Day әні, яғни gospel жанрында жазылған Эдвин Хокинс өңдеген және 1967 жылы Эдвин Хокинс әншілері, яғни осы әнді gospel әні ретінде орындап шыққан екен. Суретіне мән беріңіздер. Gospel music, яғни ағылшын тілінен аударғанда евангелиялық музыка 19 ғасырда, яғни аяғында пайда болған және ақш-та 20 ғасырдың 1/3-інде дамыған рухани музыканың музыкалық жанр. Әдетте афроамерикандық, яғни қара нәсілділер мен еуроамерикандық ақ нәсілді арасындағы айырмашылық туралы екен. Олардың ортақ қасиеті біреу екен, екеуі де Американың оңтүстігінде пайда болған. Ән 18 ғасырдың ортасында ағылшын діни қызметкері Филипп Тодридж жазған, яғни госпелге негізделген, яғни о бақытты күн, ол менің таңдауымды бекітті деген мағынаны білдіреді екен. Ән Берклиндегі шіркеуде жазылған, басты вокалда Дороти Комс Моррисон. Эдвин Хокинс, яғни аранжировщик әрі жетекші ретінде әрекет еткен болатын. Ал It's a Happy Day альбомына 69 жылы осы ән A Happy Day әні енген. 1969 жылы бұл ән хитке айналды. Яғни Франция, Германия және Швейцариядағы апталық хит парадтарда бірінші орынға ие болды. Ал ақш-тың Billboard Hot 100 тізімінде ең бірінші, яғни қатардағы 4-ші орынға ие болған екен. 1970 жылы ән ең жақсы soul gospel қойылым үшін Грэмми сыйлығын жеңіп алды. Ал кейінірек американдық ғасыр әндер жобасы аясында 63-ші орынға ие болды. Әнді көптеген әншілер орындап шықты. Соның ішінде Джон Байес, Квинси Джонс, Глен Кэмпбелл, Аретта Франклин және Нана Мускури. Достар, енді біз A Happy Day әнінің мағынасына келетін болсақ, өте керемет жазылған әндердің бірі, яғни о бақытты күнім, яғни Құдайға арналған ән ретінде, яғни gospel, өздеріңіз білетіндей шіркеуде орындалатын әндердің бірі екен. Және де мағынасына толық келетін болсақ, мен ешқашан дұға етуді қоймаймын, және мен өзімнің ісімді жүзеге асырамын, және ол мені өмір сүруге үйретті, және әр күнге, тіпті әр кімге рахмет айтуды үйретті деген осындай мағынада жазылған екен. Және Құдай біздің өміріміздің мәні, сол үшін алғыс, яғни о бақытты күндер, яғни о бақытты күн деген осындай керемет мағынада жазылған және де қуанышқа толтыратын әндердің бірі екен. A Happy Day, яғни A Happy Day әні көптеген кинофильмдерге саундтрек болған екен. Солардың бірін атайтын болсақ, Сестричка действо, яғни Вупи Голдберг ойнайтын өте қызықты және күлкілі фильмдердің бірі екен. Сондай өзі сол әнді бірге
шіркеуге келген, яғни дайындықта жүрген балалармен бірге осы әнді көпшілікке арнап, яғни айтып шығады. Соны қазір бірге тамашалайық. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus won. When Jesus won. When Jesus won. When Jesus won. When my Jesus won. When Jesus won. Wash my sins away. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Let's party. He taught me how to walk, to wash, to white and pray, to fight and pray. Және достар, Мартин Лоуренс ойнаған «Большая мамочка», яғни кинофильмінде осы «Oh Happy Day» әнін Мартин Лоуренс, яғни «Большая мамочканың» рөлінде ойнап шығады. Өте керемет фильмдердің бірі және өте керемет орындау мен өте керемет би деп айтсақ болады. Бірге тамашалайық. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked. When Jesus walked. When he walked. When Jesus walked. When he walked. When Jesus walked. He washed our sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me Енді сіздерге үш үздік «Oh Happy Day» әніне жазылған каверлерді ұсынамыз, бірге тамашалап, бірге баға берейік. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Yeah. Happy day. When Jesus washed. When Jesus Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed, yeah. Jesus won. When Jesus won. And my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. La 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 la. La 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 la. Достар, музыка әлем бағдарламасы ұсынған, яғни «Oh Happy Day» әні туралы көптеген мағлұматтар алған боларсыздар. Егер достар сіздерге ұнаса, міндетті түрде пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Біз үшін ол өте маңызды. Және достар, біз Facebook, YouTube және Instagram желілерінде бармыз, міндетті түрде сол жерге тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізді сол жерге де қалдырып кетсеңіздер болады. Келесі видеода жүздескенше.